Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді қып-қызыл жұп-жұмсақ бауырсақтың рецебімен сіздермен бөлісетін боламын. Іші осылай құп-құрғақ болып өте керемет болып піседі. Осы рецепт бойынша сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы сүтімізді таза ыдысымызға құйып, бір ас қасық қант және де ашыртқымызды салып, екеуін жақсылап араластырып, жылы күйінде бетін жауып, сәл 5-10 минутқа қойып қоямыз. Бұл біздің ашыртқымыздың ашытады ма жоқ па, бұл жерден білуге болады. Сүттің бетіне көпіріп ашыртқымыз шығу керек. Если мүмкін беті көпірмесе, онда сіздің ашыртқыңыздың мерзімі өтіп кетті деген сөз. Мінекей менің ашыртқым сәл бетіне көпіріп шықты. Енді үстіндегі салапанымызды алып, осыған бөлме температурасындағы бір жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Және де оған еріген сармайымызды қосып, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Алдын ала үкіштен өткізіп қойған ұнымызды аз-аздан бөліп отырып салатын боламыз. Бір жолда барлығын салып жібермеңіздер, ақырындап 3-ке, 4-ке бөліп сала отырып араластыратын боламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде сетадан өткізіп салыңыздар. Бұл біздің бауырсағымыздың көтеріліп пісуіне өте пайдалы. Сондықтан міндетті түрде сетадан өткізіңіздер. Осылай мен шанышқымен илеп, кішкене басы біріккеннен кейін қолыммен жақсылап тұрып июін қандырып иледім. Ыдысымызды жақсылап отырып осылай біріктіріп илеп, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Бетімен осылай салапанмен, пленкамен орадым. Сіздер салапанмен жауып қойсаңыздар да болады. Мінекей менің 1 сағаттан кейінгі ұным осылай өте керемет болып көтерілді. Енді осыны қолымызға сәл кішкене сұйық май жағып ап, барлығын жақсылап тұрып бір илейтін боламыз. Жабысқан жерлерін қағазға жақсылап тұрып алып, бір әдемілеп илеп аламыз. Ұнымызды жазбас бұрын кішкене сәл құрғағын сеуіп, үстіне астына құрғағын сеуіп барып жазатын боламыз. Өте жұқартпай, орташа қалыңдықта жазамыз. Мінекей осындай қалыңдықта болу керек. Осыны стаканның немесе дөңгелек жалпы затпен бөліп, бауырсақтың формасын жасауға болады. Менде осылай арнайы ұн кесуге арналған осындай зат бар. Бұны да сатып алсаңыздар болады, немесе стаканның көмегімен жасай беруге болады. Бұл өте ыңғайлы екен кесуге. Осылай барлық бауырсағымның формасын жасап кесіп шықтым. Қалған қиқымдарын тағы да бір басын біріктіріп қосып, илеп жіберіп, олардан тағы бауырсақ жасап тастадым. Осы жасаған бауырсағымыздың барлығын орамалға үстіне қойып, бетін жауып, 10 минутқа көтерілгенге қойып қоямыз. Мінекей уже алды бауырсағымыздың көтеріліп қалған екен, алдын пісіре беруімізге болады. Майымыз өте қатты ысып тұру керек. Мінекей мені майымда ысыған екен. Осылай ыстық майға тез-тезден екі жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Біздің ұнымызда сәл қант болғандықтан тез қызарып кетуі мүмкін, сондықтан екі бетін тез-тезден аударып отыруымыз керек.
Мінекей осындай өте дәмді, мамықтай жұмсақ бауырсағымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Үнемі менде қонақ келіп қалған жағдайда асығыстықта осы рецепт бойынша жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер.